Сәлем достар, бүгінгі видеода біз Омар екеуміз балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тек қана екі зат қажет. Ол бірінші көрсет. Банан қажет және де банан қажет және де аздап сүт қажет. Ең бірінші бананды қабығын ашамыз. Осылай ұсақтап турап аламыз. Молодец, ақылды. Бала турап отырсың, жеп отырсың ба? Мама. Омар сияқты бананды жей беруге болмайды. Сен бағана видеодан алдын бір банан жеп қойдың сен уже. Тәтті ма? Тәтті деп айтшы. Ана камераға тәтті деп айтшы. Банандарымызды турап алдық. Енді морозилькаға, яғни мұздатқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Бұл бізде мұздауы қажет, сол кезде керемет балмұздақтар шығатын болады. Біздің банандарымыз қатты, уже морозилькадан алып шықтық. Енді блендерге саламыз. Ручной блендер болса да, және де басқаша блендер болса да жарай береді. Көмектесші мама. Сал мында. Молодец! Омар, молодец! Енді блендерге сүтімізді құямыз. Омар көмектеседі. Енді блендерді қосамыз. Қараңыздар, уже балмұздағымыз дайын. Осылай уже дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Немесе балмұздақтың формочкасына салуға тоже болады. Біз қазір балмұздақтың формочкасына салатын боламыз. Тәтті ма? Балмұздақтарымыз дайын, енді мұздатқышқа қоямыз. Сонымен толыққанды дайын болады. Омарға ұнаған сияқты, Тәтті ма? Тәтті. Балмұздақтарымызды тоңазытқыштан алып шықты. Қазір көретін боламыз. Пластмассадан тез алыну үшін жылы суға, кипятокқа емес, жылы немесе салқын суға саламыз. 1-2 секундтай и аламыз. Қараңыздар, қандай күшті мороженое шықты. Егер мороженедың формасы жоқ болса, осылай десерт ретінде тоже ұсынсаңыздар болады. Қараңыздар, мороженое қандай идеальный, ровный прям. Тәтті. Сонымен достар, біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоны аса лайк басып қалдыра кетіңіздер. Келесі жолы Омар екеумізден қандай видео күтесіздер? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер.